Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Ботагөз, ажем марқұм көзің ботадай болсын деп қойдым дейтін. 7 жасқа толғанша ажемнің ботасы болдым. Одан кейін ажем ана дүниеге кеткелі бұл әлемде жалғыз қалғандаймын. Ес білгелі ажемнің ерекеше немересі болдым. Сондықтан болар әке-шешемнің маған көп көңіл бөлгенін, ажем секілді еркелеткенін қаладым. Бірақ үйде менен де басқа балалар бар. Әке-шешем жұмыс басты адамдар. Тамағымыз тоқ, көйлегіміз көк. Үйдің үлкені болғандықтан бауырларыма бас көз болуды анам маған тапсырды. Өзімде ол кездері баламын ғой. Олармен бірде ойнап, енді бірде ұйықтап қалып, кішкентай інім басын ұрып алды. Ұрып алған жері көгеріп шыға келді. Кешке жұмыстан келген анамнан таяқты мен жедім. Өйткені бауырларыма дұрыс қарамағаным үшін. Сол күннен бастап өте кекшіл бола бастадым. 7 жасымнан бастап анам барлық жауапкершілікті мойныма іле бастады. Үйді де таза ұстауымды, балаларға мұқият қарауымды шегелеп тұрып тапсыратын анам менің ерте есеюіме себепкер болды. Әкеміз кешке шаршап келіп жата қалады. Анам тек кішкентайын ғана еркелетіп, біздерді еркелетпейді. Мерекеде ажемнің қыздары келіп, мені құшақтап ажесінің қызы дегенде өксігімді баса алмай жылап алғаным бар. Ажемді қатты сағынған едім. Неге анам мені де еркелетпейді? Ең болмаса жарайсың қызым деп мақтаса болар еді. Үнемі бауырларымды бағып, үйді таза ұстасам да ешқандай да жылы сөз естімей, тек анамның ұрысын естіп өстім. Сөйтсем мен әкемнің бірінші әйелінен туылған қыз екенмін. Анам марқұм мені туа сала рот залда демі үзілген. Шақалақ анасыз қалған мені ажем байғұс адам қатарына қосты. Кейіннен әкем екіншісі рет үйленіп, апа деп атап жүрген анам өгей шеше екен. Бұл шындықты мектеп бітіріп, оқуға түсе алмай ақылы оқуға түсемін деп қиғылық салғанда білдім. Мектепті жақсы оқыдым деп айта алмаймын. Десе де тырысып оқығандай болдым. Үйді тазалап, өгей анама ұнау үшін, анамнан жылы сөз есту өгей анамнан үшін барлық тірлікті жасап қоятымын. Мектеп бітіріп, грантқа оқуға тапсырғанымда түсе алмадым. Сыныптастарым оқуға түсіп ақылыға тапсырып жатқанда мен қалай үйде отырамын. Онсыз да үйдің тірлігінен жалықтым. Шағын кентте тұрамыз. Әке-шешемнің мені оқытуына жағдайлары жетеді. Оқуға тапсырған құжатым өтпей қалғанын үйдегі сым телефонмен звондап айтқанда жылап жібердім. Әке-шешем кешке келгенде оқуға түсе алмағанымды жылап тұрып айтып едім. Әкем, жылама қызым. Платныйға түсіремін деп еді. Анам қаһарын шашты. Ай, албасты қай ақшаңа оқытасың? Осы күнге дейін үнімді шығармай бағып келдім. Жетер енді. Байына тиіп кетсең керек десе байы оқытсын. Немене сенің бұдан басқа балаларың жоқ па деп айқайлай үйді басына көтерді. Апа, мен енді ғана мектеп бітірдім. Қайдағы байды айтып тұрсыз, мені оқимын деп көздерім жасқа толды. Әкем мені құшақтап, ол қатын айта береді. Жылама, өзім оқуға түсіремін деп жұбатып жатыр. Өгей анам болса ашуға булығып, ол қызды егер оқытсаң балаларды алып ажырасамын. Енді сенің қызыңды бағатын ойым жоқ. Маған рахмет айтсын. Осы күнге жеткізген. Анамның бұл сөзін түсіне алмай таң қалдым. Әкемнің мінезі нағыз ер ғой. Басқа еркек болса әйелін соққыға жығар еді. Өгей анама. Не істесең де өзің біл. Сен айтты екен деп қызымды үйде жылатып қоймаймын. Барлық балаларымды бірдей жақсы көремін. Сосын асырып бақтым деп артық кетпе. Осы үйді асырап отырған менмін. Осы уақытқа дейін үндемей келдім. Айлығыңның жартысын отбасыңа емес, төркініңе бергеніңді білмейді деп жүрмісің. Ал бар кет, көрейін төркінің қашанғы сені асырай алар екен. Осы уақытқа дейін әкем өгей анама еш уақытта бұлай ұрыспақ түгіл аузын ашпаған. Анам үнсіз киімдерін жиып, 4 баласын алып, төркініне тайып тұрды. Мен бәріне кінәлі болып қалғандаймын. Әкем сабырмен туған анамның қайтыс болғанын айтты. Портменде өте ескі анам екеуінің фотосын көрсетті. Мен анама алмай қалған екенмін. Әкем жұмысынан 5 күнге ақысыз күн алып, ең алдымен ажем мен анамның басына басып Құран бағыштап қайттық. Ажемнің басына барғанда еріксіз жылап алдым. Ал анамның басына барғанда ешқандай сезім болмады.
Өйткені анамның не жүзін, не құшағын сезініп көрмегендіктен болар. Ертеңіне үлкен қалаға әкем екеуміз барып ақылы оқуға тапсырдық. Жатақханаға дейін әкем сөйлесіп дайындап қайтты. Менің қуанышымда шек жоқ. Бірақ өгей анамның істеген қылығы есіме түссе, көңілім түсіп кетеді. Онан қалды бауырларымды алден сағынып жатырмын. Бәрін өзім өсірдім ғой. Әкем екеуміз үлкен қалада, әкемнің әскерде, досы болған кісінің үйіне 3 күн қонақ болдық. Өзі сөзшең кісі екен. Бір қарағанда әйелі де жақсы жан сияқты. Жалғыз ұлы ғана бар екен. Есімі Жеңіс, екеуміз құрдаспыз. Тек туған айларымызда ғана айырмашылығы болмаса. Ең қызығы Жеңісте мен оқитын университетке тапсырған екен. Факультетіміз бөлек. Ертеңіне әкем Жеңісті ертіп алып универге құжат тапсыруға келдік. Адам деген өте көп. Кезектің өзін күту, әйтеуір ұрыс, керіс. Одан соң жатақхананың жары. Әйтеуір солай 3 күніміз өтті. Сол 3 күнде Жеңіспен тез араласып кеттім. Әкесі сияқты сөзшең екен. Өз қаламызға қайтатын күні әкемнің досы сөз арасында. Досым, менде ұл бар, сенде қыз бар. Екеуміздің достығымыз 1000 жылдыққа жалғасса, иә. Бірақ қазіргі жастар өз қалауларымен жүреді ғой. Баяғыда біздер тек үлкендердің қалауымен отбасы құрып едік. Жымиған кейіппен әңгімені басқа арнаға бұрып жіберді. Бұл сөзге әкемде. Иә, қазіргі жастар өздері біледі. Заман солардікі. Ары қарай ештеңе айтпады. Біз Жеңіс бұл сөздерге екеуміз ұялып қалдық. Тек анасы жақтырмағандай ма, алды ер адамдардың сөзіне араласқысы келмеді ме, үнсіз отырды. Бұл да кем. Жеңіс деген жақсы бала өзі. Сені соған сеніп тапсырдым. Саған қарайласып жүремін деп маған уәдесін берді деп әкем қуанып келеді. Үйге келсек бауырларым мен өгей анам жүр екен. Ештеңе болмағандай. Тамақ шай барлығын дайындап қойған. Төркініне сыймағаны көрініп тұр. Әкемде ештеңе демей, бұрынғыдай шайын тамағын ішіп ұйқыға жатты. Бауырларымды сағынып қалыппын. Қайта-қайта құшақтап, оларда мені әбден сағынған. Әпкедеп құшақтай береді. Ал өгей анамның тілін біреу жұлып алғандай. Әшейінде ананы істе, мынаны істе дейтін. Барлық тірлікті өзі істеп жүр. Оқуға баратян уақытта әкем жолыма ақша берді. Өгей анам сол үнсіз. Кетіп бара жатқанымда да ештеңе демеді. Бауырларым ғана құшақтап жібергісі жоқ. Үлкен қалаға аяқ бастым. Өте керемет сезім. Өзімді еркін әрі ересек жан секілді сезіндім. Әкем досына алдын звондап, оның ұлы Жеңіс мені күтіп алды. Сомкаларым расымен ауыр еді. Жатақханаға әкеліп жайғастырып біраз көмектесті. Екеуміз жақсы араласып дос ретінде жиі кездесіп сырласып жүрдік. Сөйтсек екеуміздің достық деп жүргеніміз махаббат екен. Екінші курсқа келгенде Жеңісті қатты жақсы көргенім соншалық, кез келген қыздан қызғанып, екеуміз жиі ұрысып жүрдік. Кейін ол шыдамай, тек мені ғана сүйетінін айтып, екеуміз отбасы болуға асығыс шешім қабылдадық. Үлкендерде қарсы болмады. Өйткені болашақ атам, әкеме. Енді сенің қызың менің қызым. Оқуының ақшасын өзім төлеймін дегесін әкем қарсылық танытпады. Әкем байғұс қарызданып мені ұзатуға дайындалды. Жазғы демалыс еді. Көп ұзамай Жеңістің шаңырағын оң аяқпен аттап келін болдым. Бастапқыда бәрі жақсы болды. Қайын атам өз мойнына алып оқытты. Десе де енем жақтырмайтын. Жеңіс оқудан кейін түнгі жұмысқа сауда орталықтарында күзетші болып жұмысқа тұрды. Менің оқуымның ақшасы, онан қалды тойдан қалған қарыздарды өтеу керек болды. Енем жұмыс жасаймайтын леди. Атам жұмыс жасайды. Енемнің аңдығанымен. Екеуміз үйде қалғанда маған қаһарын төгіп алады. Бесіктен белің шықпай жатып байсырап өлдің бе? Оқуыңды аяқтап, жұмыс жасап тұрмыс құрсаңда үлгіресің ғой. Жалғыз ұлымды сен сорлы өлтіріп тынбасаң болар еді. Жұмыс пен оқуды қатар алып жүрген ұлым ай. Әрине енемнің айтқаны дұрыс-ақ. Десе де махаббат деген тылсым күшке кім қарсы келген? Өзімде жұмысқа шыққалы жүргенде аяғым ауырлады. Жүктіліктегі токсикозға шыдамағанмен оқудан үзіліс алдым. Жиі ауырып орнымнан тұра алмай, атам мен күйеуім жағдайымды жасап бәйік болды.
Енем тек олар келгенде ғана менің асты үстіме түседі. Олар жоқта аузына келгенін айтатын болды. Әріден шыдадым. Бірақ жүйкеме тигені сонша менің тілімді мәжбүрлеп шығарды десем де болады. Сондағы айтатыны: сен сорлыны алған балам азып тозып жұмыстан өлетін болды. Баламның жастық шағын ұрладың деп миымды ашытты. Мен бір соның ұлын еріксіз өзіме мәжбүрлегендей. Ішімдегі мұңды ешкімге айта алмай, ақыры енемен бет жыртыса ұрсып тындым. Сонда енем нағыз актриса еді. Атам мен күйеуім менің барлық жағдайымды жасады. Оны енем көре алмай іштей тынып жүр. Олар барда асты үстіме түсіп, олар жоқта бар ашуын менен алады. Әрден шыдайын десем де, тілімді еріксіз шығарды. Жеңіске анасының күні бойы миымды аштатын айта алмадым. Мен үшін жүгіріп жүр. Түні бойы жұмыс, күндіз сабақ, демалыс күні ғана демалады. Атамда демалыс күні үйде. Мен үшін демалыс күні бақытты күн. Токсикозым бәсеңдеп үй тірлігін жасап жүрдім. Бірақ именно демалыс күні енем ештеңе істетпейді. Жаным, күнім бара ғой бөлмеңе. Немереме зиян болады жұмыс істеме деп менің істейтін бар тірлігімді өзі жасап жүреді. Тіпті қандай тамақ жейсің деп маймылданғанда ішімнен таң қаламын. Үйдің тірлігі аса қиын емес. Қалалық жерде анау айтқандай жұмыс жоқ. Бір тамақпен үй жинау, ара тұра кір жуу. Ол жұмыс мен үшін түк қиын емес. Бірде енем жуған киімдерді қайта жудыртты. Онан қайта жуып үтіктеп қойсам, ертеңіне қайта жу деп кірге тастапты. Үндемей жуып үтіктеп қойдым. Онан ыдыстарды хлорға салғызды. Хлордың иісінен лоқсып қайта-қайта мазам кетті. Ашуланып хлорды далаға төктім. Енем бұл қылығымды көріп: әй, албасты, маған қарсы шығып тұрмысың. Кәні ана ыдыстарды қайта хлорға сал. Мама, көріп тұрсыз ғой. Иесінен лоқсып шыдай алмай тұрғанымда. Хлормен жумаймын дегенім сол еді. Шашыма жабысып ұра бастады. Өзімді қорғау үшін енемді итеріп жіберіп, бөлмеме қарай кіріп кетіп, есігімді іліп кешке дейін шықпадым. Бұл жол атам мен күйеуіме бәрін айтамын деп іштей біраз дайындалдым. Сөйтсем енем менен бұрын дайындалған екен. Кеше келген атам мен күйеуімнің алдынан шыққан енем бетін қалай көгерткені белгісіз, жылап шыққан. Осы жасқа келіп келіннен таяқ жедім деп бастады. Мен де бөлмемнен шыққан едім. Енемді көріп шошып кеттім. Шыны керек сөйлей алмай қалдым. Мен соншалықты ештеңе істемедім. Тек итеріп оның уысынан шыққаным болмаса. Атам мен күйеуім не болды деп сұрап жатты. Енем жылауын доғарып: мына келінді әбден еркелетіп жібердік. Ыдыстарымды хлорға салып келінге далаға шығып таза ауа жұтып қайт дегенім сол еді. Ашуланып ыдысты лақтырып, хлор суды далаға төгіп тастады. Иісі ұнамайды деп маған қарай ыдыстарды лақтырды, сонан біреуі бетіме тиіп жарақат алдым деді. Мен енемнің мына сөзіне шок болдым. Күйеуім мен атам ала көзбен қарады. Атам: келін, біз сені өз қызымыздай көрдік. Енді мына тірлігін жарамады. Сонша бұлай еткенің не? Мен өзімді қалай ақтап аларымды білмедім. Тіпті маған күйеуім де сенбеді. Ол кезде телефон деген жоқ. Ең болмаса диктофон мен енемнің күндегі маған айтатын ауыр сөздерін жазып алатын. Сол күннен соң бәрі маған басқаша қарайтын болды. Мен шыдай алмай өз үйіме кетіп қалдым. Келсем әкемде маған ашулы. Құдасы қай уақытта айтқанын білмеймін. Үйге келген маған: мен сені осылай тәрбиеледім бе? Енеңе қалай қол көтеріп жүрсің? Өз шаңырағыңа қайт. Енеңнен кешірім сұрап тыныш жүр. Енді үйге қайтып келуші болма деп үйден қуды десем де болады. Міне, мені әкемде үйіне сыйғызбады. Бәрі мені енемді ұрды деп ойлап жүр. Әріден туыс апаларымның үйіне барып едім. Оларда 1-2 күн қонақ қылып, аса жақтыра қоймады. Мен туралы өсек олардың құлағына жетіпті. Әрине өгей анамның тірлігі екенін білдім. Одан басқа бұл жаңалықты ешкім таратпады. Сонша ашуланып өле қалғым келеді. Бірақ ішімдегі сәбиімнің не жазығы бар, оның қимылдап, ішімдегі бүлкілдегені маған қуаныш сыйлады. Әлден дүниеге келмесе де сәбімді жақсы көрдім. Баратын жерім болмағасын, өз үйіме басым салбырап, енемнен кешірім сұрап келдім.
Десе де бұрынғыдай жеңістің маған жылулығын көрмедім. Атамның да аңқылдап қарсы алғанын сезбедім. Мен бір ол үйдің жауы секілдімін. Әттең ай, туған анам болғанда, әжем болғанда маған сенер еді. Бұл үйден кетсем анам қолдар еді. Сол кезде қатты өкінгенім бар. Үйге келгенде де енем құры отырмай күйеуім мен атам келгенше мені әбден сөзбен түйреп, шынымды айтайын жынды адамша айқайлап жылайтын болдым. Қандай адам деймін? Мен сонша не жаздым? Жарайды мені жек көрсін. Ішімдегі жазықсыз немересінің не жазығы бар? Айы күнім жетіп өмірге ұл бала келдім. Бәрі қуанды. Тек енемнің қуанғанын сезбедім. Атам мен күйеуім қайтадан маған бұрынғыдай қарай бастаған еді. Енем сонында көре алмады. Өз немересін құшағына баспайды. Тек атам мен жеңіс барда ғана керемет әженің рөлін ғана ойнайды. Мен енемнің бұл тірлігіне Оскар сыйлығын ұсынар едім. Таңнан кешке дейін енем не айтса соны орындауға мәжбүрмін. Тіпті ол істеген ісімді қайта бүлдірсе де қайта жасап жүрдім. Өйткені жеңіспен арамыз жақсырап келеді. Күйеуімді қатты жақсы көремін. Алғашқы махаббатым ғой. Атам байғұста өткенді ұмытып, немересі десе бәрін жасап жүр. Арада уақыт өтіп, ұлымның аяғы шығып жасқа толды. Мен оқуымды қайта жалғастырамын дегенде, енем көзімен мені басқарды. Жеңіс оқудың ақшасын дайындаймын деп шай үстінде айтқан. Енем менің оқығанымды жақтырмаса да, олардың көзінше. Иә, алтыным, оқуыңды жалғастыр. Мен Нукабайға өзім қараймын деп атам мен күйеуімнің алдында керемет ене бола қалды. Бірақ олар кеткенде, әй, албасты кешке байың келгенде оқуды жалғастырмайтыныңды айтасың. Егер оқиды екенсің, мына ұлыңды мүгедек етемін. Білесің ғой мені дегенде жүрегім сыздап қоя берді. Енемнің жауыздығына әбден үйренген мен оқуымды жалғастырудан. Жеңіс қанша себебін сұраса да айта алмадым. Қай адам өз анасының сондай жауыз екенін айтсам сенер? Әрине сенбейді. Бәрін іштей жоспарлаған енем мені өз ұлынан ажырату. Сол күннен соң бар жұмысты жасап, кешкі тамаққа дейін істеген мені именні атам мен күйеуім жұмыстан келеді деген сәттен бастап ұлыммен бөлмеге қуады. Егер бөлмеме бармасам, енем өзін тағы жарақаттап мені жек көрінішті қылып көрсететін айтты. Амалсыз қорыққанмен ұлымды алып бөлмеде отырамын. Бұл бастамас екен. Бірде енем мияулап кешкі аста мені. Мен келін алдым деп қатты қуанып едім. Бала туса да кешке дейін ұлым құшақтап бөлмесінен шықпайды. Көріп жүрсіңдер, барлық тірлікті өзім жасап жүрмін. Жә, қойш, тірлік істесем ештеңем кетпейді. Немеремді құшақтап иіскей алмай зар болдық демесі бар ма? Мына сөздеріне айқайлап жылап жібердім. Ал күйеуім анасының сөзін шындай көріп, мені ұрып жіберді. Сол күннен соң тағы да бетіме қарамай, тіпті түнде үйде қонбайтын болды. Ал менің ашудан есім ауырдай күй кештім. Ойлана келе енемді өлтіргім келді. Бірден емес енді, ауру қылып өлтіргім келді. Енемнен солай құтылмасам, ол менен құтылады. Осы оймен 2 ай жүріп, іске кірістім. Аптеканы аралап жүріп бірдеңе таптым, бұл туралы ашық айта алмаймын. Менің жасағанымды өзгелер қайталамасын деген оймен қандай екенін жазбадым. Ол бірден әсер етпейді, алдымен мүгедек етеді. Сосын кейін дозасын көбейткен сайын өз ажалымен өлген сияқты болады. Мағанда керегі сол еді. Әттең енем болай болмағанда бұл күнәні жасамас едім. Өзі мәжбүр етті. Менің бұл ісімді енем біліпті. Қалай екенін білмеймін. Бәлкім ізімнен аңдыған болу керек. Өзімді әрең ұстап, енеме алғашқы удың дозасын шайына қосып бергенім сол еді. Ыстық шайды әбден суытып шайқап отырды. Ішімнен мың өліп, мың тірілдім десе де, енем асығар емес. Әшейінде ыстық шайды сіміре ішетін. Қайта-қайта енемнің кесесіне қарауға шыдай алмай, сылтау айтып тұрып кеттім. Сол сәтті пайдаланған енем, шай ішпейтін бір жастан асқан ұлымды алдына алып, қосылған шайды ішкізіпті. Ей, арамза, мында кел. Қара міне, сен маған не қосып бердің, ұлыма ішкіздім деп еш сезімсіз күліп қарап тұр. Мына сөзді естігенмен жүгіріп келдім. Жүрегі жоқ енем шынымен де ұлыма ішкізген. Ұлымның көз аларып, аузынан ақ көбі батып құлады. Айқайлай жылай бердім. Жедел жәрдем шақырып, енемді пышақтап өлтіргім келді.
Енемді жұлқылап шашынан тартып жатқанымда Жеңісте үйге келе қалды. Осыдан кейін мен бәріне кінәлі болдым. Ұлым аман қалса да мүгедек болды. Осы бір ауыр оқиғадан соң Жеңіс менен ажырасып тынды. Туыс-туғандарымның бәрі менен теріс айналды, өз әкемде мені жек көрді. Ауру ұлымды құшақтап көше жағалап қайыр тілеп кеттім. Алла көріп тұр. Иә, енемді улағаным бекер болды. Сол үшін өзім кінәлімін. Ауру баламен талай рет вокзал жағалап, елдердің түкіріп кеткен орындықтарда баламен ұйықтап жүрдім. Қанша жерден күнәһар болсам да, Алланың көзі түзу ой, талай күнім, ауру баламды құшақтап Алладан тек кешірім сұрап жылаумен болдым. Бірде бір апа мені өз қамқорлығына алды. Жалғыз ұлы бар екен. Менен 15 жасқа үлкен, 2 рет үйленсе де бала-шағасы өмірден оза берген. Олар маған сеніп, мені өз қыздарындай көрді. Арада 3 жыл өткен соң ол апаның баласына үйлендім. Жасы менен біршама үлкен болса да, өте балажан. Ару ұлымды өз ұлымдай ойнатып қамқор болды. Мен жұмыс жасап өткенді ұмытуға тырыстым. Балам үшін мықты болуға мақсат қойдым. Қазіргі таңда бақытты жамын. Десе де балам сол мүгедек болды. Бірақ өмірге құштар. Ал менің одан кейін бір ұлым мен қызым бар. Енем көзі тірісінде күйеуім екеуі шағын дүкен ашып берді. Мен жұмыс жасап күйеуіммен енем бала бақты. Сыйластықпен өмір сүрдік. Әкемнің тек жаназасына ғана бардым. Одан кейін ол жақтағы туыс-туғандармен мүлдем хабар аламадым. Тіпті араласқым келмейді. Өйткені мені кезінде жек көрді. Өзімді бақытты санайтын жанның бірімін. Қазір Жеңіс оның отбасы не істеп жүр екен деймін. Өйткені әкемнің қазасына барғанда өгей анам олардың басқа қалаға көшкенін айтқан. Енем жазасын алса деп тілеген түндерім көп болды. Атам досының жаназасына келмеді. Бұл әңгімені ешқандайда сабақ болсын деп баяндамадым. Қанша жылғы сырымды ақтарып солай жеңілдегім келді. Әңгіменің соңы арнама жазылып лайк басып мені қолдап кетіңіздер.